Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам деген ардақты ат. Сабақтың мақсаты оқушыларға адам сөзін ассоциациялау және адам туралы құнды мәліметтер жинақтауға миға шабуыл жасау әдісін қолдану, адамдық туралы қанатты сөздерді талқылау, әр адамның жеке адами құндылығы арқылы қоғамда орын алуы және жеке тұлға ретінде қалыптасу туралы ой салу. Енді құрметті оқушылар, сіздермен нұрға бөлену сәтін кішкене демалып алайық. Тыныштық сәті. Ыңғайланып отырыңыздар. Денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ қолыңызды айқастырмаңыз. Қолдарыңызды тізеңізге немесе үстел үстіне қоюға болады. Көздеріңізді жұмып елестетіп көріңіз. Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңыз бен тілек қалауыңызды шайып, жүрегіңіздің қауызын ашады. Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастаған елестетіңіз. Ол біртінде күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Енді нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге ғана барады. Олар нұрмен махаббат құралына айналады. Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы сөзді ғана айтады. Нұр құлақтарыңызға бағыттаңыз. Құлақтарыңыз тек жақсы сөзбен әсем әуенді ғана естиді. Нұр көзімізге де келіп жетті. Көзіміз тек жақсыға қарап, бәрінен де жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгілі, сәулелі ой келеді. Нұр бірте-бірте қарқын жоғлана бастайды. Сіздің денеңізден шығып, жан-жағына сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз. Нұрды уақытша түсініспей ренжіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз. Олардың да жүрегі нұрға толсын. Осы нұр бүкіл әлем барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын. Ғаламның барлық түп-түпкіріне нұрды бағыттаңыз. Үш айтыңыз: мен нұрлымын, нұр менің ішімде, мен нұрмын. Осындай нұрмен махаббат пен тыныштық күйінде отыра тұрыңыз. Енді осы нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем сіздің жүрегіңізде. Оны осындай әсем қалыпта сақтай біліңіз. Жаймен көзімізді ашуға болады. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі: адам боп туу анадан, айуан боп туу өзіңнен, дейді Қадыр Мырзалин ағамыз. Енді осы дәйек сөзді ішімізден оқып, мазмұнын айтыңыздар. Дәйек сөзге қатысты қандай теңеу ойлар едіңіздер? Автор нені көздеді? Бүгінгі сабаққа сіздерге алып келген сыйымды көріп, содан кейін сұрақтарға жауап береміз.
Енді құрметті оқушылар, өздеріңіз видео материалдан көріп өткендей, адами құндылықтың шегі жоқ, адамның жақсы қасиеттерінің шегі жоқ. Сондықтан адам болам десеңіз, адам бойындағы жақсы қасиеттерді, құндылықтарды дамытуға, оны ұлғайтуға, төңіректегі қоршаған ортаға мейірімді, қайырымды болуға баршамыз атсалысайық, баршамыз осы жолда адамилық жолында өмір сүріп, жақсы қарым-қатынаста болайық дегім келеді. Бүгінгі сабағымызда шығармашылық жұмыс тақырыпқа сәйкес оқулықтағы әңгімені оқып, иншот немесе басқа интернет құралы арқылы буктрейлер жасаңыздар. Енді буктрейлер дегеніміз не? Бұл қандай да көркем шығарма жайында айтылатын шағын бейне түсірілім. Бұндай түсірілімдердің мақсаты трейлерлердің сипаты кинофильмдерге жақын, көзбен көру арқылы кітаптарды таныстыру, насихаттау болып табылады. Бүгінгі сабағымызда сіздермен бірге ән айту айдарына келдік. Енді армандастар әнін бірлесіп орындайық. Жастар едік, бір дәуірдің аспан едік, бәрімізде жазылмаған дастан едік, армандастар, құрдастар. Бір дәуірдің мөлдіреген астар едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен? Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен? Бүгінгі сабағымыз сіздерге ұнады деп ойлаймын, құрметті оқушылар. Енді үйге төмендегі тапсырманы орындап келулеріңізді сұраймын. Сыныпты 4 топқа бөлеміз. Өздеріңіз білесіздер, әркім өзінің тобын, топ жетекшілері. Бірінші топқа тапсырма: адам сөзіне қандай ассоциация жасай алар едіңіздер? Осы тапсырма адамдық тақырыбына, адамдық дегеніміз не, эссе жазу, адами сөзіне адами құндылықтар туралы әңгімелеу және адамгершілік тақырыбында оқыған кітабыңыз туралы айтып беру. Үйге берілген тапсырмамыз осы. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.